Саламатсыздар ма, құрметті достар. Менің есімім Сағдат. Мен сіздермен тағы да бір жақсы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Осы баттардың ішіндегі мында детокс деген бір программа бар NL компаниясында. Соның сіздерге беретін қандай көмегі бар, қандай жаңағыдай пайдасы туралы бөлісетін боламын. Енді мен бұл саланың бір қатты жаңағыдай оқуын бітірген маман емеспін. Сол себептен де мен естіген, көрген, білген, жалпы бар ақпараттарды теріп бір кішкентай конспект жасадым. Сонымен сіздермен қазір бөлісетін боламын. Қараңыздар. Жалпы детокс дейді, тамаша өнім. Көптеген шөптердің сығындыларынан, экстракт компоненттерден тұратынын білесіздер. Осының ішінде ерекше айта кететін нәрсе, бұның ішінде фишкасы десе де болады. Флорация деген нәрсе бар. Ол флорация дегеніміз не істейді? Ол біздің ағзамыздағы қалыпты микрофлораны көбейтеді. Яғни пребиотиктердің жиынтығы. Адамның микрофлорасы көбейген кезде асқазан, ішек жолдарының жұмыс жасауы жақсарады. Астың сіңірілуі, олардың таралуы да жақсарады. Және сіздердегі дәрумен минерал болсын, микроэлемент болсын, ағзаға сіңірілуі және белгілі бір органдарға таралуы өз деңгейінде жүреді. Соның әсерінен адамда асқазан, ішек жолдарының әртүрлі аурулары, өт жолдарының, бүйрек, несеп жолдарының ауруларын алдына алатын болады. Түсінесіздер ме? Қандай нәрселерді? Жалпы очищающая программа. Одан да бөлек аллергиялық реакциялар, безеу сияқты жағымсыз нәрселерден құтыла бастайсыздар. Флорацияны негізі аптекада бөлек те сатылады екен, бөлек те сатып алып ішуге болады. Ал ол мына біздің детокс программада полностью 4 шагында да кездеседі құрамында. Осы жоғарыда айтып өткендей дейді, микрофлораңыз көбейген кезде медицина тілімен ассорция деп аталады. Сіңірілу, таралу, барлығы жақсарған кезде сіздің денсаулығыңыз нығайып, жаңағыдай аурудың, көптеген аурулардың алдын алатын болады. Иммунитет өзім қарсы шығады деген сөз ғой. Ал көп жағдайда мысалы бұны тек қана жаңағыдай бетінде безеуі бар, болмаса жаңағыдай бір іші ауырып, ас қорытпай жүрген, сосын бір жара шыққан сондай адамдарға негізі соны кісілер іздеп жатады. Ал негізі оны каждый адам қолдану керек. Неге? Өйткені деген мысалы қарап отырсаңыздар, бұл біріншіден жаңағыдай пайдалы нәрсе. Жаңа флорацияның пайдасын айттық қой, ас қорыту жүйесін жақсартады, ішек жолдарын тазалайды депті. Енді қараңыздар, сол ішек жолдарына келетін болсақ, қарапайым бір мысал, жаңағыдай біз енді оңай түсіндірген жақсы көресіздер ғой. Мынау жаңа мысалы, мынау дегеніміз біздің үйдегі жаңағыдай раковинаның астында осындай бір поворот болады. Поворот болады, білесіздер. Мына жерде мысалы су ағады, су мына жерден түседі, бүйтіп ағып кетеді, ары қарай шығып кетеді. Енді қараңыздар, мына жерлерде жаңағыдай бір отстойник сияқты ма бірдеңе болады. Осы жерге жаңағыдай кішкентай мусорлар толтырады, айтады, бүйтеді, мынау көбейіп келеді, бір күні мынау бітеледі. Бітелгеннен кейін жаңағыдай жағымсыз иіс пайда болады, ана суыңыз дұрыс ақпайтын болады ары қарай да. Сол кезде не істейміз? Біз раковинаның астын ашамыз да, мынаны алып, тазалап, мусорын тазалап, қағып, қайтадан саламыз орнына. Қайтадан салғаннан кейін бәрі жақсы болады. Енді қараңыздар, адамның асқазаны тоже сондай. Мысалы, мынандай кішкентай жерде қарап отырсаңыздар, 9 метрге жуық ішек бар. Олар қандай повороттар болып жатыр, мысалы, қалай жаңағыдай айқыш дейміз ғой, сондай болып жатыр. Енді біз деген мысалы күнделікті жаңағыдай завтрак бар, обед бар, ужин бар, сол тамақ ішкендіктен кейін міндетті түрде оның барлығы қорытылып шығып кетпейді. Ол сен туалет, мысалы, дәретханаға күнделікті көп адам енді бара бермейді. Мысалы 2 күнде бір, 3 күнде бір күн барады. Сол мысалы жаңа артық заттар жиналады да, жаңағы адамның бетіне шығады, шашына, кожаларына, тырнағынан, содан кейін жағымсыз иіс пайда болады ауыздан, тазаланбағандықтан. Сол как трубка сияқты ғой. Ал енді мына өнім соның барлығын тазалауға көмектеседі. Және жаңағы енді айтылып тұр ғой да, астың дұрыс сіңірілуі, витамин бірдеңе ішсеңіз де, соның жақсы сіздің денеңізде жаңа сіңірілуі, дұрыс жаңағыдай керекті органдарға баруы, мысалы жақсы деңгейде орын алатын болады. Сол себептен барлықтарыңызға рекомендую, мен өзім іштім бұл теманы, ішкен адамдардың да жақсы отзывтарын білем, сондықтан да
барлықтарыңызға кеңес берем. Толық ақпаратта хабарласыңыздар, қазір номер қалдырам. Дальше тағы да жеке консультация сұрақтарыңыз болатын болса, разберемся, как говорится. Сол ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сондықтан да бірден бір жолы осы деп айтар едім.